Әшейін статистика келтірейін. Ірі қалаларды есепке алмағанда оңтүстік өңірдегі әр ананың 4 баласы бар екен. Шүкір деймін, Сталин мен Голощекиннің қазақты қыруға бағытталған саясаты ешқашан ұмытылмайды. Ашаршылықты бастан өткерген халық екінші рет өмірін қатерге тіккісі келмейді. Тірі қалу инстинкті генетикалық кодымызда бар. Бала табу мемлекеттің демографиялық дивиденді. Бұны не үшін айтып жатырмын? Кроссовер жақсы көретін ел минивэнді сүйеді. Hyundai компаниясы Кустин деп аталатын жаңа модельді нарыққа шығарды. Кустин Hyundai линейкасындағы алғашқы толықтай қытайлық автомобиль. Көршілер модельді оңтүстік шығыс Азия елдеріне арнайы әзірлеген. Машина Қазақстан нарығында жақсы сатылады деген болжам бар, бұны көре жатармыз. Кустин Карнивал секілді N3 платформасында жасалған. Барахолкадағы сатушылардан заводской Китай деген сөзді талай естіген боларсыз. Машина Бейжіңдегі Hyundai зауытында құрастырылады. Қытайдағы атауы Кусто, әйгілі Жакив Кустоның құрметіне берілген атау. Вьетнам, Тайвань, Филиппинде керемет сатылады. Kia Carnival мен платформалас болғанмен екеуі бірдей көлік емес. Hyundai шағындау, ұзындығы 4965, ені 1850, биіктігі 1737 мм. Дөңгелек базасы 3055. Аз емес. Алыстан кішкентай болып көрінгенімен жақындағанда жалпақ екенін түсінесің. Артқы дизайнда балғындық сезіледі. Қапталдан қапталға дейін созылатын стоп шырағы заманауи тенденцияға сай. Спойлерде жарасып ақ тұр. Hyundai'дің әйгілі көз үйренген белгісі орнатылмаған алғашқы Hyundai моделін көріп тұрмын. Тек қана марка мен модель атауы. Жоқ, Carnival мен Staria лигасының ойыншысы деп таныстыра алмайым. Өйткені мұнда қаймана қазаққа беймәлім мотор, арзанырақ материалдар, нашарлау мультимедиа және қалдық технологиялар. Кустинді Stariaның демо версиясы деп айтылатын еді. Есік тұтқасында, етегінде, айнаның шетінде ромбыларды байқайсыз. Мынандай әйнек жиегіндегі жылтыр молдинг тек қана максималкада. Бұрыннан таныс параметрикалық элементтерді байқадық. Кустин Hyundai'дің өзге модельдері секілді ортақ дизайн стилистикасына келтірілген, алайда орындалуы арзан. Мысалы, мұнда өтте қарапайым жарық диодты шамдар, бұрғыш шамдары, әшейін лампочка, жалпы түргеліп өті мүжіліп, жиырылып қалған Тусан секілді. Ал жалпы алғанда бұл ұзартылған Крета. Travel'да мұндай жоқ. Люкс комплектациясының оң жақ, сол жақ артқы есіктері электрожетекті. Орындықтарының барлығы электронды бапталады. Жалпы электрожетекті әзірлеушілер аямаған. Шынтақ тіреуіште батырмалар. Relaxation позициясын таңдайық. Былғары салон, капитандық орындықтар, премиум сегменттің опциялары. Бірақ түр жасағанның бәріне сене бермейміз ғой. Техникалық мінездемесі бәрін анықтап береді. 1,5 литр турбо, алдыңғы жетек, артта балка. Болды ғой, ассалаумағалейкум. Салон компоновкасы 232 немесе 223. Атаманкалар максималкада, 2 комфортты орындық. Жұмыс істеуге арналған үстелше, планшет орны бар. Қарапайым диван қойса, бағасын түсіруге болатын еді. Қазақстанда тек қана Travel мен люкс комплектациясы. Төменгі жиынтығы 15 миллион 500 мың теңге тұрады. Жүріс ассистенттері, артқы камера, круиз контроль, климат контроль, алдыңғы орындықтардың жылытуы мен суытуы, 15-те 2 дюймдық мультимедиа экраны, жарық диодтар, 17-лік дисклер базада бар. Бізге әрине люкс қызық. Оның бағасы 16 миллион 700 мың теңге. Комплектация 360 камерасы, артқы орындықты, жылыту, суыту, телефонды сымсыз қуаттау, терезе перделері, 18 дюймдық дисклермен толықтырылған. Барлық тәтті тоқаштарын қарап оқиын десеңіз, Колеса KZ мобильді қосымшасын жүктеп, жаңа авто айдарына кіріңіз, бұл ыңғайлы. 170 арғымақ деген аз емесі, 1.5 турбо жүріп қояды. Көңіл күй түсіретін бірнеше жайт бар, қатаң аспасы мен нашар дыбыс изоляциясы. Осы жайттарға көз жұмсаңыз, басқа жағына минивэн сізді толықтай қанағаттандыруы мүмкін. Қанекей, тасышы. Жүреді. Жеке сымсыз қуаттау жүйесі бар. Төбеге басың тимейді. Әрине мынандай орындықтармен екінші қатарда комфортты, аяққа орын көп. Алайда үшінші қатарға өту үшін сәл-пәл қиналасың. Ортада орын аз. Бірақ өтіп алған соң нағыз кайф.
Балаларға ыңғайлы болады, үлкендерге емес. Автомобильдің салмағы 1 тонна 800 килограмм. G4 FS моторы 100-ге қанша жейді екен? Тексерейік, классика бойынша бакты толтырамыз. Тәулік жүрісін жаңарттым. Сапалы тұлпар 95-ті дәкәнсе толтырамыз. Сосын әрекетті 100 шақырымнан кейін қайталаймыз. Кеттік. Машина Қытайда жасалса да, кәріс технологиясымен әзірленген. Не айтпақшымын, орындықтар ыңғайлы, кәдімгі стандартты автомобильдің орындығы сияқты. Сандық саймандар панелі окей, норм. Бірақ ортадағы мультимедиа экраны арзан қытайлық планшет сияқты көрінеді. 2011 жылғы графика ғымнау. Барлық функцияға сенсорлы батырмалар жауап береді. Android Auto мен Apple CarPlay орнатылған екен. Құдайға шүкір, авария батырмасы физикалық. Өткен буын санатаның рөлі мен трансмиссия батырмалары Кустин зауытына жіберілген сияқты ғой. Drive Mode'да 4 режим: Smart, Eco, Comfort және Sport. Орталық консольда электронды тұрақ тежеуішінің түймесі және автохолд батырмасы. Сымсыз қуаттау жүйесі адекватты жұмыс істейді деп айта алмаймын. Бірде қуаттайды, бірде қуаттамайды. Бәлкім менде ғана сондай проблема шығар. Арзан, сапасыз пластик, бәрі даңғырлап жатыр. Ескілікке меңзейтін тағы бір деталь бар. Автомобильде бірде-бір USB Type-C жоқ, барлығы Type-A. Артқы есіктерді түрліше ашуға болады. Смарт кілттің көмегімен, есік картындағы тұтқамен және батырма арқылы. Мультимедиа тілін қазақшаға өзгертуге болады. Аударма сапасы орташа. Мына деталі Elantronic сияқты екен. Оң жақтағы қалтаның төбесінде ұсақ түйекке қуыс бар. G4 FS индексті 1,5 литрлі турбо мотор аса танымал емес. Неге екені түсінікті. Автомобиль Қытай нарығынан келгенде басында айттым. Бар білетініміз, бұл қозғалтқыш 2019 жылы әзірленіп, Sonata, Sportage, Tucson сияқты модельдерге қойылды. Бойында 170 ат күші, жоғары айналымдағы моменті 253 ньютон-метр. Классикалық автоматпен жұптасады, 8 сатылы гидротрансформаторлы автомат. Әкең осы сүген таяқ. Охо, қалада ары-бері контент түсіріп жүріп 100 шақырымды басып тастаппыз. Эксперимент аяқтайық. Еске салам, турбо моторға сапалы бензин ғана емес, жақсы май құйған абзал. Бакты сапалы тұлпар 95 пен қайта толтырдық. Нәтижесі таңғалдырды. Кустиннің 100-ге тәбеті 11 литр шамасында. Бұл аралас цикл, қалада 2-3 литр артық өртеуі мүмкін. Достар, мен қытайлық форумдарды аралап зерттедім. Жалпы автомобиль туралы пікір жаман емес. Старт-стоп системасын ренжігендер бар, және комбинациялық отын бүркудің кесірінен клапанда күйік пайда болады дейді. Болашақта дәл осындай мотормен нарықта тағы модельдер пайда болмаса, бөлшекпен проблема туындайтыны айдан анық. Өскен еліміз, бір-бір минивэн мініп алатындай бала-шағамыз көп болсын. Басында айтқанымдай, Baby Boom еліміздің көркейіп гүлденуіне септігін тигізеді. Сол үшін 30 жылда ақсап қалған білім саласын қалпына келтіріп, балалардың денсаулығына ақшаны аямайық. Бұл әрекет экономиканы жақсартып, инвестициялық потенциалымызды іске асыруға көмектеседі. Сонымен машина туралы қорытынды қандай деп сұрасаңыздар. Ең алдымен елімізде ассортимент кеңейіп келе жатқан қуантады. Кустин бағасынан тағы кемінде 2 миллионға арзан болуы тиіс деп есептеймін. Дәл осы күйінде 16-7-ге лайық емес. Бұл менің жеке субъективті пікірім. Ал сіз қалай ойлайсыз? Пікір жазыңыздар, күтем. Әзірге осы, арнаға тіркеліп лайк басып, видеоның сілтемесін чаттарда таратыңыздар. Келесіде жүздескенше аман сау болайық.